31-ші есеп. 8 бірдей құбыр хауызды 1 сағат 10 минутта толтыра алады. Қосымша тағы өнімділігі бірдей 6 құбыр қоссақ, олар бірге осы хауызды қанша уақытта толтыра алады? Ол үшін біз мынандай пропорция құрсақ болады. 8 құбыр 1 сағат 10 минут дегеніміз ол 70 минут. 60 қосылған 10, 70 минут. Тағы өнімділігі бірдей 6 құбыр қоссақ, яғни біздің құбырымыз 14 құбыр болады. 8-ге 6-ны қосамыз, олар бірге осы хауызды неше уақытта толтыра алады? Бізге осыны табу керек. Бірақ бұл пропорцияның ерекшелігі, мұнда қарайық. Құбырлар көбейді, өсті, яғни 14 құбыр болды, ал уақыт азаяды. Демек, міне 70 минут көбірек болады, ал 14 құбыр 8-ден көбірек. Демек, бұл кері пропорция. Ал кері пропорцияны шығару үшін біз міне 8-ді 70-ке көбейтеміз және оны 14-ке бөлеміз. Яғни x-ті табу үшін біз 8-ді көбейтеміз 70-ке, бөлеміз 14-ке. 70 пен 14-ке, 7-ге қысқарады, немесе 14-ке. 14-ке қысқарсақ, мұнда 1, мұнда 5. 8-ді 5-ке көбейтеміз 40 минут. Демек, бізден сұрап тұр, олар бірге осы хауызды қанша уақытта толтыра алады? 14 құбыр бірігіп 40 минутта толтырады. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы бұл нұсқасы.